Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, Alloh subhanalloh taolo osындай жаратылысты kimdir үшін жаратты? Не үшін жаратты? Осыған қатты бір зер салайықшы. Осындай жаратылысты, тау тастарды, теректерді барлығын адамдар үшін жаратқан екен. Енді адамдарды не үшін жаратты? Адамдарды Аллах субханаллах таала өзіне құлшылық қылу үшін ғана жаратқан екен. Құранда аят келеді: мен адам тайпасын, жын тайпасын бірер бір нәрсе үшін жаратпадым, өзіме ибадат, құлшылық қылу үшін ғана жараттым дейді. Ал енді Аллах субханаллах таала бұл дүниені уақытынша қылып қойған болса да, бұл дүниені уақытынша біз Аллах тааланың алдына қайттан оралатын болсақ та, сөйте тұра Аллах субханаллах тааланың жақтырмаған, Аллах тааланың тиым салған нәрселерін істеп өмірімізді өткізетін болсақ, онда не болғанымыз? Онда қандай болады Құдайдың алдына барған кездерде? Енді Аллах субханаллах таала айтып жатыр, біз адамдарды ибадатқа жараттық, құлшылыққа жараттық деген аяттар жүда көп та. Енді Аллах таала Құранда мынандай аят келтіреді, Бақара сүресінде: момындардың, иман келтіргендердің басында бір қиыншылық түссе, олар айтады дейді: біз Аллах тааладан келгенбіз, Аллах таалаға қайтамыз дейді. Демек, бұл дүние уақытынша екен. Енді барлығымызға мәлім, біреу өліп жатқан болса, мынандай хайуандар өлсе, мынандай қой ма, қошқар ма өлетін болса, бұларды өліп қапты деп айтамыз. Бұлар қайтпайды, өледі, бұлар қайттырмайды ғой. Ал енді адамдар өлетін болса, оны елдің барлығына жарнамалап, осындай пәленше қайтыс бопты деген сөзбенен қайтарады. Неге дегенде Аллах субханаллах таала Құран кәрімде Бақара сүресінде айтады: адамдардың, момындардың басында бір мусибат келсе, олар айтады дейді: біз Аллах тааладан келгенбіз, Аллах таалаға қайтамыз деп айтады дейді. Енді Аллах тааланың алдына барғаннан кейін бүткіл істеген істеріміздің барлығына жауап береді екенбіз. Аллах субханаллах таала Құран кәрімде Зілзала сүресінде айтады: кімде кім тозаңның салмағындай бір жақсылық істесе, оны көреді, және тозаңның салмағындай жаманшылық істесе, оны да көреді дейді. Менің қазіргі айтайын деп отырғаным мына Шымкенттегі той. Шымкенттегі тойды біз енді көрген кездерде, жаңа тойды біз той деп айта алмадық. Көріп отыр, мен өзім той деп айта алмадым. Оны жын ойнақ деп қойдым. Ана жерден тойхана деп әпеш тұрып атын жазып қойған болса, біз оны тойхана деп айта алмаймыз. Оны жағы ойнасқана деп айтса болады. Оны жағыда орысшалап, басқашалап жазады ғой. Біз ондайларды ойнасқана дейміз. Ондай жерлерде жағы ойнасқана деген жерлерде лесбиянкілер жүреді, көгілдірлер жүреді, және десе жағдай жезекші қыздар жүреді. Сондай жер жүретін жерді ойнасқана деп қояды. Енді мына тойды мен өзім көзіммен көріп отырдым да ойладым: мынау жерге өңкей лесбиянка, өңкей көгілдір, өңкей жезекшелер жиналған ба деп те ойлап қалдым. Неге дегенде, ане бір қыздардың, мына қазір видеоның үстіне олардың барлығын қойып қоям, шатын шаңырақтай қып ашып алып, бүткіл сөрдегі тамақ ішіп отырған, ауқат жеп отырған еркектер бар, шалдар бар, ақсақалдар бар, ақжаулықты аналар бар. Соларға жағы ұятсыз жерін оқтап, тура емес қылықтар көрсетіп билеп жатыр. Оғандай қылық десеңізші, әрбір биінде сексуалды қимыл, сексуалды қылық. Той деп бола ма? Бұл той емес, жын ойнақ қой енді. Ал енді жағы жерде сондай биді билеп атқан қыздардың ағалары бар ма екен, әке шешесі бар ма екен деген ойға да келесің да. Бұлардың әке шешесі көрген кездерде: охо, біз қызымызды көрмеген екенбіз, қазір мұны ашып тұрып, айқара ашып тұрып көрсетіп атқанда көріп қалдық, мықты екен да деп тамсанар ма екен деп те ойлап қоямын да. Енді бұл өзінің қызын қызғанбаған, өздерінің қарындасын қызғанбаған, өзінің әпкелерін қызғанбаған, өзінің әйелдерін қызғанбаған еркектерді шариғатта дәйюс деді. Дәйюс жәннатқа кірмейді,
ата анасын ренжіткен адамдар жәннатқа кірмейді деді. Ұрғашысын қызғанбайтын мақұлықтардың ішіндегі бірақ мақұлық бар екен, ол да болса шошқа екен. Шошқа өзінің жағы ұрғашысын қызғанбайды екен. Қораз екес, қораз да жағы көршінің қоразы үйге қарата кіріп кетсе, дәп-дәлесін шығарып, қызыл шоқалын шығарып, жүнін бәрін түтіп, жұлып, арғарта қуып жібереді. Неге? Тауықтарға кеп тұрғанын ол біліп қояды да. Сондықтан мына жердегі жағыдай өңкөй жағы дұрыс емес қимылдарды салып, сексуалды жаман қимылдарды көрсетіп, жағы екпеттеп жатып, жаман қимылдарды көрсетіп жатқан қыздардың ағалары жоқ па, әкелері жоқ па, інілері жоқ па деп кейде ойланып қоямын да мынаны көргеннен кейін. Әрине, мынау тойды жүргізуші баяғыда біз тамада деп қоятынбыз. Бұлар енді өздерін асаба қойып апты. Баяғыдағылар милиция еді, қазір өздерін полиция қойып алған. Қазіргі мынау асаба деймай, тамада деймай, қып-қызыл бір ойнастан туылған бір жігітке ұқсайды. Сондай ойындардың барлығын сол ойластырып, соның өзінің жағы несінен өтіп жүргізіліп жатыр да ойындардың барлығы. Енді демек оның жүрегі шіріп кеткен тамада десе болады да, жағы жүргізіп тұрған, тойды жүргізіп тұрған. Ал енді оның жағы жүргізіп тұрғанына қарағанда, оның анасының өзі бір жағы әкесінен тумаған сияқты ойнастан туғанға ұқсап тұр. Тамада көз ойнақтап жағы түрлі бәлені ойластырып, түрлі бәлені жағы өзінің жағыдай дәптеріне енгізіп келген, дәптеріне қарап, блокноттарына қарап, осындай нәрселерді ойнатып жатыр. Ал енді бұл қалай десе болады бұны енді? Сондықтан мынандай тойларды біздің биліктегілер не істеп отыр? Биліктегілер не істеп отыр? Неге қарамайды осыларға биліктегілер? Биліктегілер енді осындайларға неге тыйым салмайсыңдар? Неге тыйым салмайсыңдар? Адамдардың ортасында жағы жатқылықтар көрсетіп жатыр. Адамдардың бұзылып кетуіне қатты әсер етіп жатыр. Неге енді осыларға тыйым салмасқа? Осы жағы қыздардың мінерге билеп атқандарын бәрін мен суретке түсіріп не қойдым? Қойып қоям қазір билеп атқандарын. Шымкентте ғана осындай той болады деп жазып қойыпты жағы тақырыбына. Ал енді заңда бар ма жоқ па осындай билеуге? Немесе бір қыздар шыға салады да тойдың үстінде жағы ішкиімін шеше салып, бассап жағы ішкиімін бұлаңдатып, жалау қылып, о тойдың үстінде билеп тұрса, немесе Астанаға барып тұрып, тура жағы анау ақ үйдің алдында тұрып, несін ішкиімін шешіп алып тұрып, сөйерден бұлаңдатып кетіп қалса, бұған тыйым салатын адамдар бар ма? Әрине жоқ. Енді бізде жағы тыйым салып атқан, басына орамал байлап шықса, соған бүткіл мемлекетте депутаты бар ма, парламенті бар ма, министрі бар ма, барлығы соның соңынан түсіп, орамалын шешпейінсе қоймай, орамалын байлағанына, ұятсыз жерлерін жауып қойғанына, олар жақсы жағы әдепті жүргеніне қарап, оларға айыппұл салып қойып жатыр. Тұмсығына сақал қойып қойса, сақалдылар деп оларға да айыппұл салып қамап тастап жатыр. Мыналарды нағыз адамдарды шірітетін, адамдардың жағы тәрбиесін бұзатын адамдарды осыларды қамап тастау керек еді ғой. Енді жағы мен енді жағы суреттердің бәрін қоюға әрекет қылам. Суретті жақсылап ашып қараса, сөйерде Шымкентте ғана осындай той болады, басқа жерде мұндай той бола бермейді деп жағы жарнамалап қойыпты. Шымкентте ғана осындай қыздар бар, басқа жерде жоқ дегендей қылып, жағы тойларын сондай қылып өткізіпті. Әттеген ай дедік, қайтеміз енді, әттеген ай дедік. Осы кетісте қарап отырсақ, мынандай қыздарды көргеннен кейін, мемлекетіміз 10 жылдан кейін қандай мемлекет болар екен деп ойлаймын да. Ал енді дін болмаған жерде адам өзін танымай қалады. Дін болмаған жерде адам өзін танымай қалады. Адам Құдайын тану керек. Құдайды танығаннан кейін адам өзін таниды. Егер де адам Құдайын танымайды екен, онда адам өзін кім екенін танымастан, жағы тойдағы билеп атқан қыздар құсап, түрлі сексуалды қимылдармен билеп шыға береді. Мына қазіргі билеп атқанда қыздардың барлығы өзінің кім екенін білмейді олар. Өзінің кім екенін білмейді. Мыналар қазір жағы көшеде лесбиянка ма, анау мен ойладым осы қыздардың барлығы ана келіннің подружкасы ма, жоқ сіңлілері ма, соның әдетте келіннің артынан келген қыздар көбірек билейді ғой жағы. Өздері жарнамалап,
жаңа құдаларға өздерін көрсетіп, ай бізде осындаймыз, мынандаймыз бар деп жағы шатын жағы шаңырақ тегіп ашып қойып, құдабаларға оқтап қойып, жатқылықтарды көрсетіп құдабаларды шақырып атқанына қараған кездерде бұл қыздардың барлығы со келіннің сіңлілері ма деп ойлап қалдым тойда. Сол сіңлісі болса керек енді. Келінмен бірге ілесіп келіп жағы енді жағы жерде былайша айтқанда жағы тойды көріп отырған адамдардың ішінен бірде бір оңған адам жоқ. Неге дейсің ғой? Біреусі барып, ей, мынандай нәрсені істеме деп айтпағандық үшін өрді бірде бір адам жоқ, оңған адам. Барлық қол шапалақтап, тағы да аша түс, көбірек аш дегендей қылып, жағы барлығы мәз болып, жағы қыздардың айқара ашып тастаған шатына қарап, шаттанып отырған ер балалар, ақсақалдар, қыздар, келіндер барлығы ду күліп не қылып атқаны көрініп тұр. Алла өзі сақтасын. Мынандай қыз болғаннан көрі отбасыда мұндай қыздың болмағаны жақсы деп мен осы түсірілімді аяқтағалы отырмын.